Армысыздар, құрметті көрермендер, достық подкасттың кезекті шығарылымы. Біз бүгін вандализм, тарихқа балта шабу тақырыбы төңірегінде ой өрбітетін боламыз. Бұл үшін біз студиямызға арнайы қонақ ретінде Атырау облысы тарихи мәдени мұраны зерттеу орталығы директоры Толыбай Бейсенбайұлы Дұрсылбаев мырзаны шақырдық. Студиямызға қош келдіңіз. Жалпы енді өзіңіз білесіз, осы Атырауда өткен тарихи сарайшықта өткен 3-ші құрылтайда президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев айтқан болатын, қоғамдағы 5 кеселдің бірі, соның бірі осы вандализм деп айтты. Вандализм дегенде жалпы мынау қоғамдық тарихи болсын, басқалай болсын, қоғамдық құндылықтарға зиян келтіру, оларға кесірін келтіру туралы айтқан болатын. Бірақ енді бұл әлгі дәлізден бастап тарихи ескерткіштерге дейінгі зиян келтіру деген болатын. Енді дәліздерді біз әлгі осы басқаларға қоя тұрайық та, бірақ осы тарихи мәдени ескерткіштерді сақтау, оларды осы табиғи емес, адам тұрғысынан, адамдардың кеселінен сақтау мәселесіне тоқталсақ деп арнайы шақырып отырмыз студиямызға. Шақыруымызды қош алғаныңызға рахмет айтамыз. Жалпы қазір тарихи ескерткіштерді сақтау, оларды қорғау мәселесі қалай қолға алынып жатыр мемлекет тарапынан? Біріншіден енді осы студияға шақырғаныңызға рахмет айтамыз. Біздің облыстың тарихи мәдени мұрасына қызығушылық танытқаныңызға. Енді алдымен бұл сұраққа жауап берместен бұрын мекемемен жайлы таныстырып өтсем деп едім. Әрине. Енді біздер Атырау облысы мәдениет және тілдерді дамыту басқармасының Атырау облысы тарихи мәдени мұраны зерттеу орталығы дейтін мәдениет саласындағы мекеме болып табылады. Енді бұл мекеменің басты міндеті мен мақсаты облыстағы тарихи мәдени мұра объектілерін қорғау, сақтау, реставрациялау, тарих мәдени ескерткіштерін насихаттау, әйгілеу болып табылады. Сол салада жұмыс қызмет атқарып жатқан жайымыз бар. Енді бұл мекеме 30 жылдық тарихы бар. Бұл 30 жылда түрлі атауға ие болған. Басында 1992 жылы құрылды бұл мекеме. Құрылған басында тарихи мәдени мұраны қорғау мекемесі болған, кейін инспекция болған. Одан кейін тарихи мәдени мұраларды қорғау, қалпына келтіру және пайдалану жөніндегі мемлекеттік инспекция болған. 2019 жылдан бері облыс әкімінің қаулысымен тарихи мәдени мұраны зерттеу орталығы болып жұмыс жасап жатыр. Содан бері біздер облыс көлеміндегі археологиялық ескерткіштерді қазба жұмыстарын жүргізу, тарихи мәдени мұра объектілерін анықтау, зерттеу, есептеу сияқты жұмыстарды жүргізіп жатырмыз. Ал енді жаңа қорғау саласы бойынша біздің бұл жалпы ескерткіштерді қорғау саласы бойынша бұл біздің құзырымызда емес, бір инспекция болғанда бұл біз ол жұмыстарды жүзеге асыра алмадық. Сондықтан қорғау деген сөзді алып тастадық. Бізде құзырымызда жоқ, бірақ та біздер түрлі жаңа айтып жатыр ғой, жаңа вандализм деп. Ондай бола қойған жоқ та, бірақ мына ескерткіштің айналасындағы тастар, граниттер, тазалық жөнінде сондай бір кемшіліктер болып жатса, біздер қала әкімдігіне жауапты мекемелерге хат жазып ұсынымдар беріп, соны жөндеуге тез арада қалпына келтіруге ұсыныстар береміз. Сол арқылы жұмыстар жүргізіледі. Ал жалпы осы бізде осы тарихи ескерткіштерді қорғау жөнінде арнайы мекеме бар ма? Арнайы мекеме жоқ, бірақ біздің мекеме құзырымызда. Енді біз айтатын болсақ, облыс көлемінде бізде 313 тарих және мәдениет ескерткіштері бар. Жергілікті маңызы бар, 313 тарих мәдениет ескерткіштері бар. Сонымен бірге 4 республикалық маңызы бар тарих және мәдениет ескерткіштері бар. Ол енді өздеріңіз білетін боларсыздар. Республикалық біздіңде Махамбет ауданындағы Сарайшық қалашығы, Жылой ауданындағы Жұбанта мазары, сосын Индер ауданындағы Қарой жазығында жатқан Махамбет бабамыздың кесенесі, сонымен бірге Атырау қаласында тұрғын үй қалашығы, жергілікті кешені. Оның ішінде 4 объекті бар. Әуезов көшесі 1-2 үй, және Волгоград көшесі 8-10 үй. Сосын водонапорный башня деп айтылады, соның арасы. Сосын Құрманғазы мәдениет сарайы. Бұл 4-еуі жаңа республикалық ескерткішке жатады. Ал енді 313 ескерткіш облыс әкімінің қаулысымен 2020 жылы 20 қыркүйектегі 169 қаулысымен тізімге бекітілді. Сол 313 ескерткіштің қорғау аймағын қазір анықтау жұмыстары жүргізілуде. 2020 жылдан бері
жаңағы тарихи мәдени мұра объектілерін қорғау және сақтау туралы заңына сәйкес әрбір ескерткіштің қорғау аймағы белгіленеді. Соған байланысты сол жерде жаңағы құрылыс салуды реттеу аймағы болады, табиғи ландшафтты қорғау аймағы болады. Сол сияқтыларды анықтау үшін жаңағы қорғау аймағы бекітіледі. Сол себепті 93 ескерткіштің жаңағы қорғау аймағы бекітілді облыс әкімдігінде. Әзірге дейін. Қазірге дейін. Енді сонымен бірге 60-ға жуық ескерткіштің қорғау аймағы жобасы бекітіліп тұр. Енді ол жыл аяғына шейін немесе келесі жылға шейін бекітіледі деп жоспарланып отырмыз. Жалпы біздің енді былай қарасаңыз қазіргі таңда енді жартысына жуығын зерделеп келдіңіздер ғой. Қателеспесем, өздеріңіз де осы 10 күндік осы экспедициядан келіп отырсыздар. Жалпы осы біздің табиғи мәдени ескерткіштерімізде адами тұрғыдан вандализмдік былай нышандар байқала ма? Әрине, ондай заң бойынша вандализм енді жоқ, мен мынаны айтқым келеді. Вандализм дегенде жаңағы біздің көрермендеріміз түсінікті болсын, анау болады ғой, мәдени ескерткіштердің жанында өзінің атын жазып кету, бүлдіріп тастау. Ол қоқыс тастауды айтпай-ақ қояйық енді. Былайша айтқанда банағыдай. Атын жазып кету. Әзірге ондай бола қойған жоқ. Бірақ бір еске салсақ, бір 2013-14 жылдарына Жылойодандағы жергілікті маңызы бар Бәли рай дейтін қорымдар бар қазірде. Соның ұрпақтары жаңағы бір-бірінің шатыстырып, жаңағы сызып тастап, кесенедегі аттарын, ата-бабалардың аттарын сызып тастап, біреу Бәли, біреу рай деп түрлі өзгерістерге ұшыратып, сондай оқиғалар болды. Ол жаңағы неге президент әкімшілігіне жетті, прокуратура айналысты. Алайда нақты ғылыми дәлел болмағасын солай қалды. Бірақ нақты айтқанда бұл жаңағы Бәли дейтін атамыздың кесенесі болып шықты, жаңағы Шығыстану институтының несімен мамандары оқығанда. Енді сондай оқиғалар болды. Одан кейін аса бір сызу, бүлдіру оқиғасы бола қойған жоқ. Бұл да әлгі қасақана бүлдіру. Қасақана емес, ғылыми зерттеп, зерделемей жатып жаңағы аталардың атын енгізіп қою қазіргі кезде белең алуда. Сондай болмаса, былай енді әдейі бұзып бүлдіру дейтін ондай бола қойған жоқ. Осы орайда өзіңізден сұрағым келеді. Мынау біздегі Иманғара, Қойқара таулары бар, соның ішінде Иманғара тауындағы үңгір бар ғой. Үңгір бар, Ол мемлекет қорғауына алынған дейсіз? Ол Иманғара үңгірі жергілікті маңызы бар тарихи мәдени ескерткіштер болып саналады. Ал осыны қадағалау қалай жүріп жатыр? Өйткені мен бір 2 рет барып кеткенімде, соның ішінде енді шынымен былайша айтқанда кәдімгі әлгі елбасымыз президентіміз айтқандай, дәліздің деңгейінде ішінде қоқыс толған, шарының бәрі сызулы, жазулы. Оны білеміз, түсінеміз. Енді ол ауданнан да алшақ жатқан жердің бірі ғой. Аудан орталығында алшақ жатыр. Бірақ әрбір ескерткіштің қорғау міндеттемесі деген құжат болады. Қорғау міндеттемесі дейтін құжатпен қателеспесем мен қазір есіме түспеді. Ақкиіз-Тоғай округіне қарау керек дейді, Қосшағылға немесе. Ақкиіз-Тоғайға. Сол әкімдікпен біздің мәдениет басқармасы аралығында қорғау міндеттемесі бар. Сол қорғау міндеттемесіне сәйкес соның тазалығына, айналасын және қателеспесем содан алыс емес жерде бір мұнай кәсіпшілігі де бар, бар. Көп жағдай солар. Жалпы енді мысалы жаңағы сіз бізде енді ондай көп тарихи ескерткіштер, мәдени ескерткіштер, жаңағы былай айтқанда ішкі туризм болсын, сыртқы туризм болсын тартатындай ондай орындар жоқ. Шыны керек, мойындау керек оны. Дегенмен мысалы біз мысалы мынау Арқа өңіріне барамыз, Бурабайға барамыз, Көкшетауға барамыз. Сонда көреміз мысалы Жұмбақтас болсын, басқа да әдемі сондай бір көркем жерлер болсын. Көрнекті жерлердің барлығына жаңағы тіпті қасақана бояумен жазылып кеткендер көрінеді. Осыларға жалпы заң тұрғысынан әлде бір қолданыла ма? Заң тұрғысынан әрине қолданылады. Жауапкершілікке тартылады. Бұл жерде қылмыстық кодекстің 295 бабында бар вандализм. Және әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексте жасөспірімдердің несі бар, вандализм. Онда жаңа ата-анасын айыппұл салып түсіндіру жұмыстар жүргізу деген сияқты. Сондай негізі кодексте бар. Бірақ енді кодексте бар, жауапкершілікке тартылсын, ал жазбаларды жою, сол жаңағы бүлдірілген бояумен жазылған ғой, былайша айтқанда жоюға болады. Олар қалай орын алады, оларды жою рәсімі? Егер ол жаңағы сіз айтып отқан, енді ондай біздер Атырау өңірінде жоқ, Петроградтер айтып отқаныңыз әсіресе.
петроглифтер болса, анау жартастарға жаңа бояумен жазып кету білесіз ғой өзіңіз. Оған енді сол егер де жаңа тарих мәдениет ескерткіштерінің тізімінде болса, жаңа қорғау міндеттемесі деп айтып отырмық қой, жаңа сол бекітілген мекемелер болады, жауапты. Солар жуып тазалауға Арнайы тәртібі бар өзінің, арнайы тәртібі бар. Сөйтіп жасауға болады. Ал енді бізде бір кездері былтыр мына жаңадан салған, білесіздер, мына салық зиманы ескерткіші бар ғой. Иә. Соған бір мектеп оқушылары болу керек, түрлі. Иә, өйткені қасында қателеспесем мектептің бойында салынған, иә. Түрлі жаңа анай сөздер жазып, жаңа очкиін бояп деген сияқты неше түрлі жазып кетіп, біз дереу байқап, жаңа учаскелік полицияға айтып, жаңа сол кезде қалалық әкімдік оны ары қарай көп ушықтырмай, жуып тазалап, сосын ары қарай түсіндіру жұмыстары жүргізді. Қазір ондай ескерткіштерге жазылусыз дейтін жоқ бізде Атырауда. Иә, өрескел жоқ, иә. Менің сұрағым келіп отырғаны мынау, жалпы тарихи мәдени ескерткіштер болмағанмен вандализм мысалы өкінішке орай орын алды, бірнеше жыл бұрын орын алды. Мынау әсіресе қабірлерде, бейіттерде вандализм мәселесі орын алды. Бұл да енді тарихи мәдени ескерткішке жатпағанмен бұл да бір вандализмге жатады ғой, иә. Жалпы қалай ойлайсыз өзіңіз маман ретінде осының алдын алудың бір шарты бар ма? Профилактикалық шаралар жүргізу керек пе? Мысалы мектептерде түсіндіру керек пе? Жаңағы қоғамда бір осына резонанс туғызу керек пе? Қалай ойлайсыз? Енді айтуыңыз орынды. Бұл жерде қазір енді әлеуметтік желілерге біздер енді салып отырамыз вандализм туралы. Бұл жерде тек ескерткіштер ғана емес, біздің ата-бабамыз жатқан бейіттер де ол ескерткіш болып есептеледі ғой. Жаңағы құлпытастың айналасында темірден алып кеткен оқиғалар да болып жатыр. Сонда енді оның бәрін үлкен кісілер емес, жасөспірім балалар да жасауы мүмкін. Сондықтан мектептерге жаңа біз енді болашақта сондай ойымыз бар, енді біздер барып көре қойған жоқпыз. Сол мектептерге барып жаңа ювеналды полициямен бірге бір түсіндіру жұмыстарын жүргізсек деген жалпы ойымызда бар. Жоспарларымызда бар. Ал енді жаңа ювеналды полиция мектеп инспекторлары ескерткіштерге қатысты негізі түсіндіру жұмыстарын жүргізіп жүр қазіргі уақытта. Жүргізіп жүр. Қалада арнайы өздерінде жаңа іс-шаралар жоспарында бар, иә? Бар. Солай деп естідім енді. Жалпы қазір ондай қарым-қатынас жоқ. Қарым-қатынас жоқ, қазір шын айту керек. Енді мен жаңа ойыңызды бөліп жіберейін. Бізде енді вандализм жоқ дегенмен ол ескерткіштерге қарай айтып отырық. Енді мына қазір археологиялық ескерткіштеріміз бар біздің далада. Облыстан алшақ тарихи мәдени мұра заңының 30-шы бабында көрсетілген әрбір жер бөлініп берілгенге дейін ең бірінші археологиялық сараптама жасалу керек деп. Мысалға қазір түрлі мекемелерден рұқсат қағаз алады ғой. Қазақтелеком болсын, газ болсын. Сол сияқты біздің мекемеден негізі рұқсат алыну керек. Яғни бұл жерде тарихи белгілі бір ескерткіш, маңызы бар ескерткіш жатыр ма? Ескерткіш емес, әйтеуір сол жерде адам сүйегі жатуы мүмкін ғой. Қорған жатуы мүмкін. Сол барма жоққа деген негізі сараптама жүргізілуі тиіс негізінде. Ол қазіргі таңда кейбір жерлерде, аудандарда шыны керек мән бермейді. Біздер хат жазамыз, ал мына шетелдік компаниялар, ТШО сияқты үлкен компаниялар олар өздерінің жұмыстарын жоспарламастан бұрын біздерге арнайы зерттетіп рұқсатын алып солай бастайды. Ал біздің қазақстандық, біздің отандық компаниялар ондайға әзірге бармай тұр. Сөзіңіздің дәлелі ретінде мынау республикалық маңызы бар Атырау-Астрахань тас жолын салу барысында, соған арнайы топырақ алу барысында карьердің басында қателеспесем сондай табылды, иә? Табылды. Бұндай жерлер аз емес қой және? Көп. Бұл ең алғашында мына Құрманғазы ауданынан басталды ғой жол. Сол кезде сол жердегі түрік компаниясы олар бізден рұқсат алды. Ал енді қалған бер жағындалар алған жоқ. Енді біз ол енді халықаралық жол болғасын, республика көлемінде жұмыс жүру керек болғасын, біз енді шыны керек ондайға мән беріп жатқан жоқпыз. Енді ол жерде табылса айтылу керек, енді табылмаған болып тұр ғой деп ойлаймыз енді. Табылса айтылу керек. Табылса айтылып шығу керек, енді жасырмайды деп ойлаймыз. Ал негізінде жаңа жерді құрылыс жұмыстары бастамастан бұрын жаңа сараптама болуы тиіс. Алдын ала сіздерден де рұқсат, ал болмаса межесін біздерден болғанда
Бұл жерде басқа бір мекемелерден жеке немесе заңды тұлғалардан жаңағы тарих мәдениет ескерткіштеріне археологиялық жұмыстар жүргізетін мекемелер бар. Ол енді санаулы республика көлемі бойынша. Солар зерттетіп, жаңағы визуалды қарайды ғой, немесе аппараттан қарайды деген сияқты. Солай қарап, солардың ақылы қызметіне жүгініп, бірақ сіздерден сараптаманы біздерге береді, соны біздер танысып, сол жөнінде келісім береміз. Мысалы, мен қателеспесем, мынау Ұсынтам деп аталып келді, Таскешу керуен сарайы. Таскешу керуен сарайы. Бір кездері терең зерттеле басталған. Үлкен терең зерттелді. Оның ерекшелігі де сол, мен қателеспесем, ол мынау осы біздің Арал Каспий ескерткіштер қалай айтатын еді сіздердің тілдеріңізде, ескерткіштер ансамблінің ішіндегі ең бір керуен жолы мойындырған қыштан салынған санаулы керуен сарайлардың бірі. Дұрыс айтасыз. Қазір соның жағдайы қалай болып жатыр? Ол енді бір кезде өте қарқынды қазба жұмыстар жүргізілді, археология зерттеу жұмыстары жүргізілді, соны білемін. Бұл жерге әлі де зерттеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Тек былтыр ғана жүргізген жоқ. Ал биыл мына Оңтүстік тарихи өлкетану музейінің ұйымдастыруымен күзде жүргізіледі бұл жерге. Енді болашақта бұл жерде ашық аспан астында музейге айналдыру жоспарланып отыр. Ең керемет жақсы сақталған археологиялық ескерткіштің біреуі бұл. Өте керемет сақталған. Оның ең бірінші 13-ші жылы, қателеспесем 2013 жылы басталды. Соны тұрып қалып, 2021-де біздер тарихи мәдени мұра зерттеу орталығының ұйымдастыруымен қазба жұмыстарын жүргіздік. Содан араға 2 жыл салып, тарихи өлкетану музейі қазба жұмыстарын бастады. Ал осы енді былай қарасаң 2013-тен 2024-ке шейін 10 жылдың үстінде уақыт өтті ғой. Осы кезде бұларды әлгі не консервацияланған жоқ, бұл ашық аспан астында жатты. Былайша су мүжіп, күн жеп. Жоқ, консервацияланды. 2013 жылы бұл жерде консервация деген енді жаңа қазғаннан кейін үстіне қалың ақматан жауып, топырақпен көміп береді. Негізінде енді менің өзім ойымша бұл жерге қазба жүргізгеннен кейін міндетті түрде төбесін жауып, солай етіп кеткен жақсы ғой, бірақ енді оған күмбез тұрғызбай. Оған енді қомақты қаржыны қажет етеді, сондықтан бұл жұмыс аяқсыз қалып қойып отыр. Бірақ консервация жасалады. Бірақ мойындайсыз, бұл бір ерекше, өте кәдімгі тарихи, архитектуралық тұрғыдан да өте ерекше. Енді қазір Атырау облысы бойынша 5 жерде археологиялық қазба жұмыстары жүргізіліп жатыр. Облыс әкімінің қолдауымен Сарайшық қалашығына 3000 шаршы метр шамасында былтыр басталды. Құрылтай өткізіледі дегеннен бастап қызу дайындық үстінде болдық. Содан недегі Қызылқоға ауданында Қарабау, Қорғанша қалашығына, Жолайшағыл, Қорғаншағыл. Сарайшық қалашығына біздің мекеме 800 шаршы метріне жүргізіп былтыр. Сосын Таскешуге биыл жоспарланып отыр. Оның бәрі музейдің, Оңтүстік тарихи өлкетану музейінің ұйымдастыруымен жүргізіліп жатыр. Енді тағы бір бізде ең үлкен жұмысымыз енді туризмді насихаттау мақсатында бір жағынан. Облыс әкімінің орынбасары Жасұлан Оралов Есемеев өзі назарға алып, Атырау қаламыздың Жұлдыз Үші дейтін шағын ауданында Ақтөбе дейтін қалашығы бар, білесіздер. Бұрынғы, қазіргі орбита деп аталады. Сол маңда 3000 метр, 3 километрді аумақты қамтитын үлкен қалашығымыз бар. Сол жерге былтыр қоршау жұмыстарын жүргізіп тапсырған болатын. Жасұлан Оралов өзі облыс әкімінің қолдауымен соған былтыр қаржы бөлініп, биыл жұмыстар басталды. Қазір қоршау жұмыстары жүргізіп жатыр. Өкінішке орай, енді шынымен бағанағы тақырыбымыздың тұздығы да осы болар. Ақтөбе лаэте бір кезде қараусыз қалды, шынымен осы таза вандализмнің ортасы. Өкінішке орай, сол қазба жұмыстарының орнына анау енді қазба жұмыстары болғасын ойық болады ғой. Сол жерге күл қоқыстар төгілді, рас керек, мойындау керек. Мойындаймыз. Ол енді жалпы мен сіз айтып отырсыз, туризмді дамыту мәселесі деп. Осы керісінше туризмді дамыту арқылы біз сол вандализмге жол ашпаймыз да, себебі өзіңіз білесіз, әлгі ол вандализм деген жер таңдамайды, уақыт таңдамайды, ұлт таңдамайды дегендей, өзіңіз білесіз, анау Ақтаудағы болсын, болмаса өзіміздің отандастарымыздың анау
адамзаттың әлгі тарихи қазынасы саналатын Помпейге барып жазып кеткен болсын. Енді бұл енді қаланың ішіндегі объект ғой. Жоқ, жалпы осы өзіміздің мысалы анау ұшқан ата орымы бар, теңдессіз ұшқан ата орымындағы мысалы құлпытастар өте теңдессіз құлпытастар деп саналады. Қарашыңгүлдегі болсын. Осыларға мысалы жаңағы жол суару арқылы, туристік объект қылу арқылы керісінше вандализмге жол береміз деп ойламайсыз ба? Олай болмайды деп ойлаймын мен. Олай болады деп болмайды деп ойлаймын. Бақылауда бола ма сонда? Бақылауда болады. Ол жерде мысалы негізінен ұшқан атада Қарашыңгүлде де шырақшысы бар ол жерде. Бақылауға алып сол жерде қарайды деп ойлаймыз. 2013 жылы ұшқан атаға құлпытастарға қалпына келтіру жұмыстары жүргізілді. Жаңағы сынған құлпытастарды бір-біріне жалғап, сол күйінде тұр әлі мысалға. Енді ол жерді қоршап бір қоршайтын болса, ол құлпытас сынады деп ойламаймыз енді. Оны бүлдіреді деп ойлаймын. Ол жердің ұрпақтары бір құрмет тұтқан адамдар келеді ғой негізі. Әрине, ол өте аудан облыс аудан орталығынан да шалғайда жатыр, ол арнайылап. Бірақ дегенмен ол мысалы былай қарасаңыз облыстың бір айтулы тарихи мәдени орындардың бірі деп ойлаймын. Басты орындары Жылой ауданы бойынша. Ол жерде әсіресе жұма күнде кісі армайды адамдар ол жерде. Екінде де жаңағы Қарашыңгүлде де ұшқан ата қорымында да. Енді сізге өзіңізге мынандай сұрақ қойғым келіп отыр. Мәселенки біздерде жаңадан белгілі бір мәдени тарихи нысандар салынады. Обелиск болсын, аудан орталықтарында, ауылдық округтарында салынады. Бірақ енді белгілі дәрежеде біз білеміз, ол мемлекеттің тәртібі сондай бөлінген ақшаның аясында салады. Бірақ салған кезде ананың тұрқы шыны керек. Жаңадан салынған нысан болса да тұрқы адам көргісі болады. Осы да вандализм жатты ма, қалай ойлайсыз? Таза өзіңіздің азаматтық ойыңыз. Мәселен, мысалы бір ауылдық округты алдық, жаңағы сол ауылдық округта боздақ болған, Ұлы Отан соғысына қатысып боздақ болған, қатысқан адамдардың арнайы обелискін салған екен енді, 75 жылдық аясында салынды ғой. Енді бірақ қарасаңыз анау обелисктің өзі ме? Иә, тіпті сипаты кәдімгі шын айтайын, енді анау әлгі біздің өзіміздің ол сөзде жоқ, анау әжетханаларымызбен жуынатын бөлмемізді жарын кафель дейтін кафельмен сыртынан. Бұл енді вандализмге жоқ, әрине вандализмге жатпайды, бірақ енді бұл заң бұзушылық болып есептеледі. Жаңа әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің 145-ші бабында бар. Қазақстан Республикасы тарихи мәдени мұра объектілерін қорғау және пайдалану туралы заң орындамаған үшін, заң талаптарын сақтамаған үшін. Негізі әрбір ескерткішке ескерткіш тарихи мәдени мұра туралы объектілерін қорғау туралы заңына сәйкес жүзеге асырылу керек қой. Ол да бір сипат болу керек қой. Монументті өнердің жаңа құрылыстарын орнату жөнінде ереже бар арнайы. Сол ережеге сәйкес жүргізілу керек. Мына біздің жергілікті әкімдіктер әлі сол қайталанып келе жатыр, бірақ мына өзіңіз байқайтын боласыз, 2019-да президент бізге алғаш келгенде айтты ғой, ескерткіштер сала бергеннен гөрі ескерткіштер еліне айналып батырды деді. Біз мына ұлттық құрылтайда да айтты. Содан бері бізде біршама тынышталды ескерткіш салу. Тынышталды. Бірақ салынып қалғандар бар. Салынып қалғандар бар енді. Бірақ мына жергілікті әкімдіктерден Ұлы Отан қазір енді жаңа ұлттық құрылтайда айтылды ғой, 80 жылдыққа Ұлы Отан соғысы 80 жылдан дайындығы үшін. Сол бағытпен жергілікті әкімшіліктерде қазір жөндеу жұмыстарын жүргізіп жатыр. Обелискілерге. Модернизация қалпына. Реконструкция. Ол енді саябақты жаңғыртамыз деп істеп жатыр. Негізінде оның ішінде ескерткіш те бар. Ал ескерткіш енді жаңа заңмен реттеледі, біздің тарихи мәдени мұра қорғау және пайдалану туралы заңымен. Онда ол жергілікті әкімшілік жобалық құжаттама, проектный сметный документация бойынша жасап жатыр. Негізінде ғылыми жобалық құжаттама болу керек. Әрине, мен солай деп ойлаймын. Әйтпесе ол жаңа қаржылық бюрократиялық мәселелерге келіп тіреліп қалады да, айналып келгенде ол жаңағы сіздің өзің үйдегі анау өкінішке орай әжетхананың кафельмен ғана апталып кетеді сырты. Енді ол ескерткіштің өзінің паспорты болады ғой. Паспортта ең алғашқы фотосы болады. Сол қалай тұр, сол күйінде сақталып, солай жасалу керек. Реставрация деп айтылады.
солай жасау керек. Бірақ жергілікті әкімшілік әкімдіктер енді осы бүгін мен сарайшыққа біздер хат жазып отыр едік. Кеше мониторинг жүргізіп келдік біздер тарих мәдениет ескерткіштеріне. Сонда мысалы сарайшық ауылдық округінде осындай жағдай орын алып отыр. Біздер жаңа айтқанда былтыр жоспарланып қойған нәрсе дейді. Енді шын айту керек, қаржысы бәрі жоспарланып отыр, бюджеттен алып отыр. Енді ол жаңа саябақты жаңғыртамыз деп жасап отыр. Бірақ обелискіде өкінішке қарай түрін, келбетін өзгертеді. Бірақ біздер жаңа прокуратураға бәрі өзіміздің құзыретімізді пайдаланып жазамыз ба деп отырмыз. Сондай көп бізде. Мысалы Мұқырда да болды бір кезде. Жалпы көп қой, енді ол аттырмай қойық. Түр сипаты өзгеріп кетеді, жалпы айтқанда. Негізінде жаңа заңды пайдаланып жасаса, оның бәрі керемет дүние болар еді. Мысалы, былтырда Құрманғазы мәдениет сарайы. Ол да сондай жағдайда болды. Ақжайық газетінің редакциясының арқасында сол тоқтатылып, жұмыс түгелдей тоқтатылып, қаржысы бюджетке аударылып, биыл қайтадан жаңа ғылыми жобалық құжаттама жасақталып. Анау Субұрқақты айтасыз ғой әсіресе. Жоқ, Субұрқақ емес. Құрманғазы мәдениет сарайының өзі. Бұл енді республикалық ескерткіш болып табылады ғой. Бірақ оның да қорғау аймағы болу керек. Кезінде көпір салынды енді. Ол жерде көпір салғанның кесірінен ол жерде қазір авариялық жағдайда тұр деп айтады мамандар енді. Соны қазір күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізуде жоспарлап жатыр енді. Ол енді ғылыми жобалық құжаттама арқылы. Сол сияқты осы пайдаланып осы студияны біздер жергілікті әкімдікке, жеке тұлғаларға ескерткіш салу барысында, реставрация барысында, жөндеу барысында, күрделі жөндеу. Біздің осы тарихи мәдени мұра объектілері қорғау және пайдалану туралы заңы бар екенін соны қарауға ескерулерді сұраймыз енді. Жалпы енді Толыбай Бейсенбайұлы бізге берілген уақыт тәмамдалып жатыр екен. Жалпы сөз соңында сұрағым келген. Жалпы осындай мынау тарихи мәдени ескерткіштерге, тарихи мәдени ескерткіштерді болашақта салуға, салынғандарын реттеуге біздің қазіргі таңда қабылданған құқықтық нормативтік актілер оны реттеуге мүмкіндік бере ме? Егер барлығы заң аясында орындалатын болса, әлде заңды күшейте түсу керек пе? Заңды күшейте түсу керек. Біз тарихи мәдени мұраны қорғау және пайдалану туралы заң өзі осы келесі жылдан бастап бұйырса қайтадан жобасы жасақталып жатыр. Жаңа ескерткіш салу жөнінде, реставрация жөнінде, мемориалдық тақта орнатылады ғой. Соның ережелері де бар. Қазір кез келген адам мемориалдық тақта орнатады атасына. Оның рұқсатсыз қондырса да заң аясында ештеңе жоқ, ештеңе қарастырылмаған. Көбіне енді мекемелер тарапынан олар рұқсат алады, ал жеке адамдар рұқсат алмай өздері қондырып отыр. Бұларға заңда көрсетілмеген. Аталарын жаңа тыйым салу да жоқ. Тыйым салу жоқ. Сол заң күшіне ену керек келесі 25-тен бастап. Заңды қатайту керек деп ойлаймыз. Оған ұсыныстарды беріліп жатыр ғой. Әр облыстан өздерінің ұсыныстарын береді. Біздер де бердік, қостық ұсынысымызды. Жалпы мен ойлаймын, мынау кез келген тарихи, мәдени емес, тарихи ескерткішке зиян келтірген адамға қылмыстық кодекс деңгейінде жауапкершілікке тарту керек сияқты. Себебі ол осыдан ғасырлар бойы, жүздеген жылдар бойы сақталып келген нәрсеге былайша айтқанда қастандық келтіру, ол енді бәрібір орны толмас дүние ғой енді. Әрине. Бұл жерде жаңа заңда да солай ғой. Жаңа өзінің айыппұлы бар. Енді ондай көп емес. Соны айтамын. Айыппұл төлейді. Бір шартты түрде жаза алатын шығар. Ол тарихымыз бұзылып балта шауып ескерткішке. Мысалы былай қарасаңыз, иә. Сондықтан күшейту керек деп ойлаймыз. Біз де соған сенеміз. Сіздердің мынау біздің ұлттық кодымызды, ұлттық құндылықтарымызды, біздің тарихымызды, мәдениетімізді сақтауға, оның келер ұрпаққа жетуіне қосып келе жатқан үлестеріңіз үшін сіздерге алғыс айтамыз. Жұмыстарыңызға сәттілік тілейміз. Қаласа болашақта сіздердің мүмкіндіктеріңіз көбейе түседі, қолдарыңыз зара түседі деген ниеттеміз. Рахмет. Құрметті көрермендер, Достық подкасттың кезекті шығарылымын осымен аяқтаймыз. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.